Ассалаумағалейкум. Біздің құрметті көрермендер, бүгін бізде осындай бір срочный айтатын нәрселер бар. Бірден темаға кірсеміз, созбаймыз. Ұзаққа созбаймыз. Бүгін медиа-футбол, Қазақстанның медиа-футболы жайлы әңгіме кетеді. Біздің жалпы медиа-футболға қатысы бар, көрермендер болсын, организаторлар болсын, ойыншылар болсын, жалпы бүкіл осы медиа-футболға қатысты адамдарға біздің айтатын бір керемет сөздеріміз бар. Әндеріміз бар. Ренжісіміз бар. Негізі бұл шағын подкаст ретінде, ұзақ емес, шағын сағаттық подкаст, шағын. Подкаст деп айтуға да тура келмейді. Обращение, қазақша не деп айтуға болады? Обращение. Жолдау. Үндеу деген сияқты. Давай андайдан мен жақында байқап қалғаным, медиа-футболда просмотр жоқ екен. Медиа-футболдан бастайық, прикинь. Медиа-футболда вообще просмотр жоқ. Қалай ол медиа-футбол деген сұрақ? Қалай? Енді білесіңдер ғой, просмотр не үшін жоқ Қазақстан медиа-футболында? Не үшін жоқ? Өйткені ол өте ауыр жанға бататын тема ғой. Медиа-футбол деп аты медиа деп тұрды, бірақ медиа командалардың барлықтарында футболистер, профессионалды ойыншылар, профтар ойнайды. Профқа шықпай қалған футболистер, бывший футболистер, да? Солай ғой? Дәл солай ғой енді? Енді ол орыстардан келген не ғой? Енді біздер жоқ. Қалай, мысалы, орыстарға примерно біздер қарап солардан алсақ та? Орыстар біткен ғой, 5 проф қосуға болады деді да, и біздікілер соны алып кетіп тұр да негізі. Европада қарасаң, медиа-футболда ешқандай проф жоқ. Бар болса да проф шал болғанда 50-60-қа толған уже 40-45-ке шықты ғой. Мысалы 45-40-тан асып кеткен да, мысалы олар ол бәрібір баяғыдай ойнамайды да, олар ойнаса да андай күліп шоу қылып ойнайды. Біздің медиа-футбол енді білесің ғой, кешегі болған МФЛ-де. Енді қалай басында айтты ғой, бір проф қосамыз деп орыстар, бір проф қосты, одан кейін 2 проф қосамыз деп, 3 проф қосамыз. В общем, 5-ге жетті ғой соңында. И біздердікі де 5-ге дейін барды уже. Жоқ, достаточно барсында, барғанның өзінде де медиа жоқ қанан ішінде. Просмотр жоқ. Просмотрды жоқ. Вот салды ютубқа примерно. Жоқ, менің ойымша вообще проф болмау керек медиа-футболда. Проф болғандардың кесірінен бізде медиа-футбол өліп жатыр вообще. Басқа командалар өлтіріп жатыр бізде. Болмаған да медиа-футбол. Медиа-футбол болғанда жоқ, Сен қазақстанский медиалиға қарайсың ба? Қарамаймын. Не үшін қарамайсың? Не үшін қарамайсың? Кімді қараймын, брат, мен? Мен, мысалы, любимый блогерлерім бар шығарда, оны көрмейсім, зачем маған қарап? Командаларда блогерлер ойынға шықпайды, олар заменде отырады. Мысалы, хорошо, мен, мысалы, Секаны көргім келеді деймін. Жоқ қой? Тек профтарды шығарып қойды ойынға. Олар ол МФЛ-ге қатыспайды. Жақсы, ал, кім бар, мысалы, біз қарайтындардан? Жақсы, алайық, Ерболат Жанабылов. Мен көрмеппін. Бір жерде бір 2-3 минутқа шығарған көрген шығармын. Оны ма? Иә. Қалған бәрін профтар ойнап береді, 5-0, 3-0 кезде шығады ғой. Сондай кезде шығады. Мысалы, кеше бізде осы Түркістан қаласында турнирда болды ғой кеше. Мини-футболдан футзал турниріне Жұлдыз кап болды. Жұлдызды лига болды. Сол жерде біз ойнадық. Бізде барлығы блогерлер. Бір проф болған жоқ. Қарама-қарсы командадағы адамдар. Не болды? Айтыңдаршы. Танымайсың ғой. Мен танымаймын, мен ешкім танымаймын. Бір блогер жоқ қой ана жерде. Ака анау Алишер Келгенбайдың командасы. Алишер Келгенбай блогер. Опучук болды. 3-4 бала бар, міне, ана кім? Опучук болды. Өзі Алишер. Амбал болды да? Амбал уже. Амбал и медиалигада. Алишер болды. Алишер болды, Шу болды. Қалғандарша? Вообще танымаймын. Система қалай жұмыс істейді? Одан басқа команда де. Басқа бір команда болды ғой, бәрін айырып келе жатқан жерде. Айбар болды. Бөкентау. Брат, Бөкентауда. Бөкентауға біз бейттік қой. Шынымызды айтайық. Бөкентауға қарсы ойнайын деп жатқан кезде болды уже бізде уже там. Ойнамаймыз, кете алмаймыз біз ешкімді там. Бәрі полупрофтарда Бөкентауға қарсы какой смысл деді қой соңында. Қандай смысл бар? Олар бірінші орынмен жатыр. Біздің де. Жоқ, Бөкентаудағы ойыншылардың Инстаграмында или Ютубында 1000 подписчик бар ма? Мен білмеймін оны. Мен шынымен. Мен медиа пространствода танитынам о жерде анау Түркістан болды ғой. Нұрым болды. Нұрым ойнаған жоқ. Нұрым ойнаған жоқ. Профтар ойнап отты. Енді қателесуім, бірақ мен ойбай блогерский бір команда көрмедім өзімнен басқа. Кешен өзінде Түркістанда
шапалақ ұрды бәрі бізге соңғы. Біз таза болып келдік, өйткені басында бәрі маған звондап сұрап отқан, мен Арман, сендер айтшы қандай футболисттер бар ғой сенде, бізде жоқ, таза өзіміздің балдар деп. Басында сендердің түрлеріңді көріп қорқынышты болған ғой фигурларың. Арықпыз ба? Андай ойлаған ғой, бәрі қазір айырат деп ше. Кошмар келе жатыр деп. Ана Бикол мен Нұрас очкиін шешіп қазір ше. Хетрик Зеврик сторис шығарып кошмар келді деп ше. Оларға телеграмның бәрін көріп шошыған ғой. И Романың фильмінен кейін біз сендік деді ғой. Жоқ, шынымен соңында айтты. Иә, блогерлер болып келіпсіңдер, негізі турнир сондай болу керек. Сондай біз демалып кеттік, бәрі де сендер кайфовать еттіңдер, сендер демалдыңдар, сендер әсер алдыңдар, блогтарың түсірдіңдер, видеоларың түсірдіңдер, прикол ұстап, спокойно қайтып барасыңдар. Контентіміз жасап кетіп жатыр. Медиа футбол, құрметті достар. Қазақстанның медиа футболы, біз блогерлер болып, нағыз медиа команда болып келдік. Блогерлерге қарсы ойнайтын шығармыз деп. Келсек, ылғи профутболисттер. Ылғи мықты ойнайтын, кезінде клубтарда ойнаған, карьерасы болмай қалған шығар, мүмкін, или біреулер әлде ойнап жүрген шығар. ЛФ ойнайтын балдар біразы. Қалада любительская лига футбол деген бар да. Ол жердің уровені Қазақстан футзалынан сәл төмен. Енді ояқта да страшный мықты. Сол ЛФ-та ойнай ма? ЛФ-та ойнайтын мықты профессиональный ойыншылар жүр. Бізді күтіп алған ойыншылар. Жоқ, брат, сонда қарашы, смысл в чем над слабыми доминировать ба? Мен слабыймын. Шынымды айтамын, өмір бойы компьютерде отырдым. Оны МФЛ шақырды ғой. Бізді жазда, айттым ғой звондап. Жазда бізді as the family МФЛ-ны өзіне шақырды. Мен сразу оларға айттым, біз бармаймыз дедік. Или барсаңдар, біз определен контрактпен осынша балдарды мен алып барам. Но мен өткені ашейін баруға да болатын еді. Бірақ мен 10 алдында МФЛ-де не болған бәрін білем да. Біреу басын сындырды. Аяғын сындырды. Соңында бір адам почкасынан айырылды. Почкасынан айырылды. Инвалид болып қалды да. Ол медиа лига емес қой. Ол себебі неде почкасынан айырылғанның, брат? Медиа лигада біреу почкасынан айырылды ма? Иә. Андай КПЛ-да емес. Жоқ, медиа лига. КПЛ-да почкасынан айырылмайды ешкім. КПЛ-дің өзінде ондай жоқ. Брат, медиа лигада адам почкасынан айырылып тұр ма? Иә. Инвалид болып қалған бір бала. Оның себебі неде? Енді ойнай алмайтын, менің ойымша, енді бәрібір слабый адам мен, по-моему, мықты адам екеу секірген одновременно. Слабый адамның аяғына ма, мен дұрыс қателесуім мүмкін, ана проф аяғын қойып қалды ма, тізесін қойды ма, или ойнай алмайтын адам профқа аяғын қойды ма, бәрібір проф енді уверен секіреді ғой. Ойнай алмайтын адам физически мықты болады ғой, 10 есе мықты болады ғой. Жоқ, и сол арқасынан почкасынан келіп тепкен ғой. И ол сразу білмеген ол. Ол сразу білмеген, үйіне барып сиген кезде қан сиген ба, скорый шақырған, сөйтсе почкасын жарылып кетті деген ғой. Сонда біздің Қазақстанның медиа лигасында вообще медиа лига емес қой, медиа лига деп айтпақ қойықшы. Жоқ, былай бик салыстырайық. Шавкат Рахмоновты аласын, UFC-ден жоқ карьерасын бітіреді да. Осы бір жылдан кейін бітіреді мысалы. Жоқ, құдай сақтасын, бітірмей қойсын, чемпион болсын. 10 жыл тек, 10 жылдан кейін бітіреді. Рухфайтингке барады да, 40-та болады да, рухфайтингке барады да, дарабоздармен шығарып қойшы анан. Дәл сондай ғой. Жоқ, дарабоздарға шығарып қойшы анан. Не сөйтіп шығарып қойшы? Көзін жұмып, бір саусақпен бір қолмен төлсетін сияқты ғой, бүйтіп қолын бүйтіп алып ше. Мынамен төлсесін енді сол сияқты да ол. Дәл сондай ғой, прям 100-ге 100 ұқсастық, сәйкестік, дәл сондай. Жаңағы Қазақстандағы медиа футбол деп айтып отырық қой. Медиа деген сөзді алып тастау керек сияқты. Өйткені Қазақстанда медиа футбол жоқ. КПЛ андай деп ашып қою керек қой, 3. КПЛ 2 деп қою керек. 2 бар. 2 бар ма? Ол андай, премьер бірінші дивизион, екінші дивизион ба? Үшінші дивизионда ғой, профта. Үшінші дивизион. Онда Қазақстанның медиа футболын медиа деп атамау керек. КПЛ 3 деп қою керек. Потому что бәрі профтар ғой. Медиада бәрі профтар ойнайды. Онда смысл медиа деп айтудың оны, брат. Еліктемеу керек та орыстарға. 5 проф. Еліктесе, ол жағынан еліктесе бір жон ғой. Сосын енді еліктегесін до конца еліктеу. Жоқ, ұтқысы до конца еліктеу керек қой. Оларда просмотр керемет қой енді. Кім? Оларда деймін. Россия медиа лигасында просмотр жақсы. Мен айтпам. Жоқ, енді нормально. Мен айтайын. Бірақ енді жоқ, халық саны қара, кеше Ақтөбеде кім анау бір братармен кездестік қой біз. Амкалдың кім еді аты? Амкалдың братары орыс суретін кейін шығарамыз. Алтыбақанның ютубын көрсеттім ғой. Көрді да бүйтіп. Амкал мен Тудроцпен почти бір дейді ғой просмотрлы. Ол кәдімгідей шок болды.
қой осындай ма не қазақ тілде ма не деп ол да ойлады орысша бар жоқ орысша таза қазақша ана Спириков есіме түсті Спириков кәдімгідей шок болды ешкімге еліктемей ақ біз түсіріп жатырмық қой иә дұрыс па бір андай медиа футболдағы командаға вообще еліктеп жатқан жоқпыз біз еліктейміз контентіне да андай качествосына но бес проф қосып одан бірақ просмотрымыздың көп болуы тудырыс амкалдарға жақын болуы не себептен өйткені бізде барлығы блогерлер медийный болады медийный адамдар настоящий медийный адамдар сол үшін бізде просмотр көп ал басқа медиа командаларда не үшін просмотр жоқ даже топ деп жүрген медиа командалар бар ғой Қазақстандағы сборный Қазақстан болып шығып жатқан ба неше медиа команда бар Қазақстанда шамамен примерно білмеймін 10 дейікші иә жарайды 10 дейік та примерно 10 медиа команда бар қара примерно 10 медиа команда бар Қазақстанда ішінде тобы бар онша еместері бар енді ашылып жатқандары бар біреуінің каналында просмотр жоқ қой брат ютубында не үшін білесің ба не үшін өйткені барлығы проф ойыншыларды алып алған тек профтарды ойынға шығарады кім қарайды оны зритель халық блогердің ойынын көрем деп медиа футболды көрем деп қызығып адам қосады да ютубты немесе тікелей эфир өзінің сүйікті блогерін мысалы бір блогер жақсы көреді соған жазылған да мысалға ННН-ге жазылған біреу да мысалы менің блогерімнің несі басталып жатыр ойыны басталып жатыр дейді да менің блогерімнің лигасы басталып жатыр көрейін қалай ойнайды тағы да блогерлер қызық ана блогерге қарсы қалай ойнайды ана блогерге қарсы менің сүйікті блогерім қалай ойнайды дейді да ашып қалады футболды танымайды адамдар жүр no name денелер мынандай еще андай әлемге даже бар ғой үйінде достары ғана танитын адамдар брат ойнап жүргендер тек үйіне ғана танымал достарына туысқандарына танымал басқа ешкім танымайды оларды не медийный адам емес не звезда емес не подписчигі жоқ сондай ойыншыларды шығарғаннан кейін ана кірген зритель бүйтіп 2 минут қарайды 2 минут қарайды да жауып тастайды ғой іздейді ол бірінші танимын ба танымаймын ба деп денелер андай накачанный көреді да қой футболисттің денесі сияқты че то деп па кім ондай емес еді ғой да бигулбан да качак емес еді ғой да ше аяғын астынан доп өтіп кетеді деді ғой ол қатты ойнап кетті ғой да ше сол ғой бір ашады екі ашады болды ғой тағы турнир болады медиа турнир болады тағы да көрейш үміт бар ғой енді блогеріміз шығып қалады шығар деп тағы да ашады шығады но 2 минутқа соңында 90 минут басқалар ойнайды да мысалға айтып жатырмын да болды ғой уже 4-ші рет кірмейді ғой ол медиа лиганың видеоларын қарамайды сенбейді біздегі медиа лиганың видеосын білесің бе төбелестерді қарайды ғой кстати постоянно бір айқай шу болып жатады ол негатив қой ана эголар соғысады бір-бірімен бүйтіп келіп жоқ кеше даже жоқ түркістанда жұлдыз лигада ойнадық қой біз мысалы біздің өзіміз айттық қалпыға не деп айттық ешкімге ерегіспейміз құлаттың ба біреуді барып кешірім сұрай или сені құлатты ма оған барып әңгіме айтпа не қылма лучше футболымызды ойнап кайфовать етіп кетейік кеше өзің упучукты түртіп кеттің аяғымен ол жатып қалды бардың да нони барды да қасына барып жатып алды прикол қызық болды бірақ ол турнирдағы кешегі түркістандағы турнирда бізден басқа командалардың профтары көп та ішінде жоқ олардың да жартысы профтар еще біз танымайды кімдер и көрсетеді ғой ютубтарын мысалы мен жібердім кімнің досик көп қой біраз нони сенікін нұрастың бәрінікін жібердім ғой кәдімгі шок ой мама не деген просмотр мынау деп ше жігіттер айтты ғой настоящий нағыз медиа команда тек сендер екенсіңдер деді ғой бәрі келіп бізге айтып жатыр соңғы ойында бәрі бізге валид етіп кеткен ше гол ана жерде кешегі сол турнирде ең қызық бір-ақ ойын болды да тек біздің ойын қызық болды да бүкіл ана трибунадағы адамдар ұйықтап отқан адамдар ғой уже тек профтар ойнап отыр да медиа турнир профтар ойнап отыр арасында бір блогер бар шығар максимум қалған бәрі профтар ойнап отыр зрительдер отыр бүйтіп бәрі вялый біреулер жатыр ше біз шығамыз аналар деген олар қызықты өйткені шыға аламыз ба шыға алмаймыз қиналып жүріп медиаторын алар зорға жүргенімізді біледі өзі не то что футбол ойнап
зорға жүргенімізді біледі. Линзасын тағамай киімі сыймай қарын шығып. Линзасын тағамай жаңа доктор бар ма тағып беретін деп жа, есінде ма? Біздің ойыншы ғой, құрметті достар, Бикул деген біздегі. Очкимен ойнатпай қойды оны. Сөйтті да Бикул линза сатып алды. Дауыстай алмайды. Ол линза тағып көрмеген ғой. Маған тағып берші, мен қақтан тағасына. Ол Астанада сатып алған. Уколдан қорғандан біреуге линза тағып бере алмаймын. Брат, ол Астанада линзаны сатып алған. Сол күйі таға алмай кетті ғой. Шымкентке алып келді, Түркістанға алып келді. Түркістандағы жұлдызды лигадағы медиктер отыр ғой. Енді ол медиктер басқа жағынан күшті шығар, енді емдейтін шығар. Бірақ бір линзаны тауып тағып бере алмады. Енді ол үшін пайдалы. Енді ол Беколдың өзінен де бар күнә енді. Ол көзін жұма береді, жұмыс жібереді. Жалпы бұның бәрін неге айтып жатыр, құрметті достар, сендер ойламаңдар, мыналар өздерінше отырып алып жамандап отыр деп па? Отырып алып, типа Қазақстанның медиа футболын жамандап деген сияқты. Бұл жамандау емес, құрметті достар, біздің жанымыз ашып жатыр да. Біреуге жетсе екен деген ғой. Иә, басқа бір адамдарға, осы медиа лигаға қатысы бар адамдарға, бүкіліне қатысты бар адамдарға жетсе екен деген сияқты. Біздің жанымыз ашып айтып жатқанымыз жоқ. Енді мен жоқ, былай ғой, көбісі жаз неге МФЛ-ге қатыспадыңдар, Алтыбақан кәдімгі жазады, Арман МФЛ болып жатыр ғой, анау болып жатыр ғой, неге қатыспайсыңдар, неге езде ойнамайсыңдар. Мен айтайын, бессмысленно ойнау. Мен өткені Алтыбақанның балаларын білем, проф ойнамаған ешкім. Нөл ган, проф ешкім ойнамаған. И бұл жерде тұрып алып, қазір проф балдарға Алтыбақанды тығып жіберу, ол уже издевательство болады да ол. Почка сынады ғой, брат, жаңа сен айтып тұрған. Иә, мен оны білем да, мен оның бәрін көрдім да. Ты че, сен Алтыбақанның бір баласы инвалид болып қалады. Кінәлі болып жүресің ғой? Иә. Дұрыс па? Медиа лига ол, медиа лига ол. Кәдімгідей таза блогерлер, сондай ойнау керек та. Тиктокер болсын, ютубер болсын, инстаграм болсын. Бірақ басқа клубтар, білесің ба, акцент ютубқа ұстамайды ғой. О, ана инстаграмда көп екен. Ол. Тұрасында, бірінші негізі социальный сеть ютуб. Конкретно. Соны да өзгерту керек та, ютубына қарасындаршы. Ол зачем инстаграмда 5 миллион подписчигі болсын, ол 2000 онлайн ютубта істеп бере алмайды. Істеп бере алмайды, кстати. Дұрыс па? Бере алмайды. Өйткені оның аудиториясы инстаграм. Ютуб қарамайды олар. А ютуб медиа лиганы қай жерде ойнайсың? Қай платформада ойнайсың? Дұрыс па? Видеоның барлығы ютубқа салынады. И оларда мен білем, 5 миллион, 2 миллион, 1 миллион, 800 мыңдық блогерлер жүрді. Инстаграм блогерлер. Инстаграм блогерлер жүрді. Бірақ ютубтағы каналдарында 5 мың просмотр. Жоқ, 20 онлайн. Кейбір видеолардың 90 онлайн. Иә, 90 онлайн. Қандай? Жоқ, қарапайым просмотрларды қараңдаршы. Бауырлар, Алтыбақанның ютуб каналына кіріңдер. Видеолардың қаралым санын қараңдар. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. 150 мың, 300 мың, 100 мың, ең кемі 100 мың просмотрда. И басқа бағанағы айтып кеткен 10 медиа команданың ютуб каналына кіріп салыстырыңдар. Аспан мен жер ғой. Бұл жерде бүйтіп айтуы мүмкін ғой, неге просмотрмен салыстырып жатсыңдар деп та? Просмотр болмаса, ешкім көрмесе, кімге көрсетіп жатсың, кімге үлгі беріп жатсың, агитация қайық кетеді. Үлгі беретіндей қарамайды адамдар. Береді ғой? Жоқ. Единственный. Жоқ, үлгі бермейді, ол футбол. Вообще қара, андай қып тастады. Же наоборот түсіріп тастайды авторитетінше. Сол кезде енді бір ата-ана көреді, ана блогер ерексіп жатыр футбол ойнап. Мына блогер футболға да жеркеніш пайда болады ғой негізі. Конечно, иә. Дұрыс па? Иә. Кері әсерін тигізеді. Негізі кеше Айша Оспиттер ойнады. Олар PewDiePie бәрі Америкада. Қалай? Мощно. Какама біреу пас береді. Анау саламай қалады. Үстіне барып, ана командадан барып жатып алып, күліп, мәз болып, кайф алып, стадион толы. Иә, кайф аласың. Кайф алады. Иә. Біздің медиа лиганы қарағанда не аласың? Футбол. Біздің медиа лигада ма? Мен ешнәрсе қарамаймын. Ештеңе алмайсың. Вообще қарамаймын, брат. Вообще көрмедім. Өйткені ютубтан медиа лига көремін деп бүйтіп ашпағанмын мен. Смысл жоқ қой қарағаннан. Проф ойыншылардың ойынына қарап отырасың ба бейт? Жоқ, бір күні анау бір турнир ғой, SD МФЛ ойнады да. Көре салайыншы, енді біз ана Алтыбақанды ашып жатқан кезде ютубта. Сөйтіп Алтыбақанды аштық, сөйтіп анау шапкасын істеп жатырмын, сөйтіп көрейінші осы SD-ның трансляциялары қалай болды. Кіріп қалам да, бұп деп трансляциясы көрейінші, кімдер ойнап жатыр да. 90% таныған жоқпын ешкімді. Былай қараймын. Баяғы сборный Қазақстанда Әзербайжанға гол саған грейдиндер жүр ғой. Қандай сборныйда ойнаған дейсің? Қазақстанда
Әзірбайжанға гол саған Гридин. Сборный Қазақстанға ойнап, Гридин гол саған. Солар жұғы бейт қарадым да бейт. Жамбыл Күркеев деген бәр футболистер же, бұлар проф қой. Қаяқа алып баратсың деген сияқты. Одан кейін танымаймын жартысын. Өшіріпсің, трансляцияны өшірдің да бейтіп. Қой, біз ондай болмаймыз дедім. Мынау болмайды. Бірақ трансляция. Жоқ, ешнәрсе айтпаймын, Грейдин олар жұлдыз болған. Қазақ футболының жұлдыздары. Но медиа лига мен проф футбол бөлек та ол. Ол екеуі бөліп тастау керек. Мына жақта шоу, мына жақта ұтып результат тап келу керек. Болды. Бізде кешегі Түркістандағы болған футзал несінде не үшін біз 7-0 ұтылып жатырық? Не үшін біз 5-0 ұтылып жатырық? Жоқ, басын жақсы бастаймыз біз 4-0. Маған ұнайды. Жоқ, мен таң қалғаным, біз жақсы ойнап бастадық. Бірақ материалистер бар. Энергия. Не үшін 10-0? Не үшін Американың медиа футболында ондай шөт жоқ? Оларда почти тең-бе-тең ғой, 1-2 голмен разницамен. Өйткені екі жақ тең болады да. Таза медиа ойнайды. Таза медиа ойнайды. Ана PewDiePie ойнаған ба, күліп өлгенен көріңіз. Акасы сол вообще ойнамаған екен ғой. Жүгіре алмайды анау. Бірақ өмір бойы компьютерде отырған ғой. Сол дым ойнамағаны қыз. Подписчикке жету үшін өмір бойы компьютерде отыр. Мысалы, мен жақсы компьютерде отырмын өмір бойы. Ертең шығамын, маған полупрофик келіп нормальный итерсе ұшасың ғой. Ой, кеше даже сборный Қазақстан мен Австрия ойнады ғой. Австрияның ойыншылар біздің защитниктер бет ұстап тұр ғой. Біз содан шыға алмай жатыр ғой. Сен профқа қарсы сен қолын қойса болды. Сен өмір футбол ойнамағансың ғой. Аяғыңда күшің жоқ, олар сияқты беліңде күшің жоқ деген сияқты. Біздің профқа қарсы қиын, конечно. 90% балдар, честно айтайық, 6 сағат 7 сағат компьютерде отырған балдар. Негізі кемінде күніне. Күніне 6 сағат 7 сағат біздер компьютерде отырамыз. Сол үшін өзгерте аламыз ба? Бұл нәрсені өзгерту өзімізге байланысты. Өзімізге байланысты. Енді қарасай, басқа командалар қазір айтсам, айтты дейді да. Олар анау российский клубтарды ойнақысы келеді да, короче. И содан кейін профтарды қосып, мынаяқтады. Тағы да айтамын, орыстарға еліктемеңдер. Орыстардың медиа лигасына еліктемеңдер. Өзбектер жүр ғой, медиа лигасы Пике шақырып командасы еліктеген жоқ қой орыстарға. Өздерінің шоуын өздері істеп, қазір Пикенің медиа лигасына турнирге қатысып жатыр ма? Мен бір видеоларын көріп қойдым өзбектердің, 800 мың просмотр ма, сондай ғой, медиа лигасының бір видеосы. 800 мың просмотр. Айтпақшы, алдында сен бір видео түсірдің, сторис па, бірне жібердің. Сол кезде Асхатқа көргеннен сұрадың, сен медиа футбол қарайсың ба деп. Мен жалпы бір-екеуін көріп қойдым дедім ба, бірдеме деді ғой. Енді медиа лиганы ашсаң дейді, проф футболистер төбелес қой. Болды ғой? Бұл мида андай сақтап қойған да. Мида төбелес болып сақтап қойған. Олар өздері айтақ профессионал ойнайды да. Олар не то, что ол Даниямен, біз лига чемпионов ойнайды, ана ойнайды. И медиа лиганы бір демалып прикол көрем ба деп ойлайды да, ол төбелес көреді. Жоқ, менің ойымша біздің қанымызда бар ма? Неге біздің шоу төбелеспен тек есте сақталады? Шоу деген төбелес емес қой? Конечно. Рамбл емес қой, WWE емес қой. Шоу деген. Шоуды по-другому. Төбелес деген ол біріншіден адамның денсаулығына зиян келеді. Екіншіден жастарға өсіп келе жатқан ұрпаққа кері тәрбие. Конечно, тәрбие. Үшіншіден ол болмайды ол. Просто болмайды ол. Жоқ, қарасай, мен мектептерге барып тұрамын ғой енді. Бір рет барған кезде Алтыбақанды видеосын көріп кішкентай балалар футболға қатысып кеткендер бар ғой. Шынымен кәдімгідей футболға қатысып Алтыбақанға кірем деген оймен, да, көбісі. Біз анау бір видеода айттық қой, Алтыбақан может быть құдай қаласа профессиональный команда лига чемпионов ертең ойнайды. Кәдімгідей балалар, аға мен футболға қатысып жатырмын қазір. Мен аласыздар ма дейді. Тұрдым да қарадым да, е-майы. Әсері да ол. А сен төбелесіп видео салып отыршы. Не әсер болады ол? Медиа командамызға кірем деген мақсатпен футболға қатыспайды олар. Олар біздің айтқан сөзіміз бар, құдай қаласа осы медиа футбол саласында біз дамып нетіп, Алтыбақанның профессиональный командасын ашамыз деген екінші команданы ол жерге уже шын проф футболистерді алып, үстіңгі мақсатымыз КПЛ, әрғарата, ЛЧ, жалпы. Солай ғой, енді сол мақсатымызды істейміз деген кезде уже біздің көп жазылушыларымыз не деген керемет мақсат деді да, біз бұйырса сол командаға кіруге тырысамыз деп жас ұрпақтар футболға қатысып бастағандар бар да, соны айтып жатыр Арман. Көп, ол мен бір случайда көрдім машин. Көп өте балдар, кәдімгідей бұл негізі қалай айтсам болады, бұл бір жағынан жақсы тірлік қой. Жастарды сен футбол спортқа итермелейсің.
олар бізге қарап еліктейді. Иә. И одан кейін проф ашылса, ертең спорт ойнап, ертең білмейсің ғой. Мысалы, таланттар шығып кетсе, не қылып кетсе. Главное, жастар бездельник болмайды, түсін ба? Болмайды нәрсемен айналыспайды. Футболын ойнайды, сол мақсатпен де бұл өте жақсы проект. Бірақ енді біздің медиа лига қиындау. Иә, сол жаңа бағана сен айтқандай UFC-дегі боецтар келеді да, рух файтингке қатысады да. Я элементарно жоқ, даже Жалғас Жұмағұловты аласың да, рух файтингке алып келді. Кім бар, Саниға шығарып қойшы. Жоқ, брат, мыжып жібереді ғой. Брат, саусағымен төбелеседі ғой. РФС дұрыс деген сияқты, потому что бір кездер шатыстырып жүрді тоже. Андай кезінде не істеген адаммен, боксерлармен, сосын медиаларды, білесің ба, сондай бойлар болды ғой. Бокске қатысқан балдармен медианы сөйтіп бір моменттер болды бас жағында. Әлі система құралмаған кезде. А потом жайлап түсінді. На просмотр бар, Брацанидың, Дарабоздың просмотры бар, типа или там Дарабозбен Бүжай деген шықты просмотр. Ана бывший профикмен төбелескенде просмотр жоқ. Жоқ, аз да по-любому. И мынаяқтан Дарабоз шықты, мынаяқтан Бүжай шықты, примерно екеуінде просмотр жақсы. Уровень бірдей ше төбелестерінің, Уже миллион асып, 3 миллион асып кетті примерно. РФС-дің қазір просмотры, мне кажется, номер 1. Өте мықты. Енді өте мықты ғой. Мысалға біз ойын саласындағы адамдарымызды, блогерлеріміз. Жоқ, қара. Айтып жіберейін, қазір кешір. Біз блогерлеріміз, біз ойын түсіреміз. Таза медиа адамдарымыз. Контр түсіреміз. GTA түсіреміз. Біз контрды мықты ойнаймыз да. Блогерлердің арасында да енді. И футболисттер, Қазақстанның футболисттері Counter-Strike'тан турнир ұйымдастырады мысалы. Мысалы да, футболисттер. И бір менің футболист досым келеді да, Нони, короче, сені біздің командаға тіркей салайық, футболист ретінде. Сен КС-ті мықты ойнайсың, біздің командаға ойнап бер дейді да. Мен мәдеймін ғой. В смысле, мен футболисттердің арасына кірем да, өтіріктен футболист болып. И КС-тен бәрін айырып, бірінші орын алам, ақшаны бейт көтеріп. Типа, әділ ма сол? Дұрыс емес. Дұрыс емес қой. Неге медиа футболға профтарды әкеледі да, отып соған мәз болады. Біз бәрін айырдық деп. Ақмақтық қой ол. Ақмақтық, я. От этого еще кайфовать. Содан рахат, қалай рахат аласың, брат? Проф игроктар жинап алып, біз сияқты блогерлерді айырып жібереді 7-0. И сторис салады, Алтыбақанды айырдық деп. Салды ғой біреу, атын айтпақ қой. Жоқ, көбісі салды. Көбісі салып отыр. Даже лиганың өзі салды, бізді құлап жатқан, досик джеймді құлап жатқан адам үстіне аттап баратқанша. Жоқ, ол қаның қайнайды да, құрметті достар, просто қанымыз қайнағаннан айтып жатырық, біз өзімізше тәкаппарланып айтып жатқан жоқпыз. Системаны өзгерткіміз келіп жатыр. Көрермендерге де қызық емес. Қызық емес, иә. Бізге де жазады подписчиктер, медиа футболды қарайын десең, блогерлер жоқ деген сияқты. Жоқ, кеше Нұрым Досбол байдың балдарындағы капитаны өзі шығып, кәдімді айтты, жігіттер керемет деді. Ырза болдым деді. Міне медиа лига деген тура сендер сияқты болу керек деді. Болмаған Қазақстан тарихында мынандай сендер сияқты балдар жоқ деді. Таза өздерің келдіңдер, кайфовать еттіңдер, кетіп қалдыңдар. Дәл осы темаға қатысты кешегі Түркістанда болған жұлдызды лигадағы ең қызық матч біздікі болдық дедік қой. Басқа командалар ойнап жатыр, құрметті достар. Біз де қарап жатырық оларды. Скучный, да? Профтар ойнап жатыр. Профтар бір-бірімен по позиция. Профтар по позициям. Бір-бірін өткізбейді, гол салады, чисто счетқа ойнап жатыр. Шоу жоқ ана жерде. Шоу дейтін атымен кетіп қалған ауылына. Ш деген әріп ауылына кетіп қалған. Профтар бір-бірімен қырылысып жатыр. Біз кірген кезде не болды? АК-10-ға қарсы ойнаған кезде, Әлішер Келгенбай бауырымызға қарсы ойнаған кезде, анау матч дейтін настоящий шоу болды ғой. Әлішер допты көтеріп алып, ішіне салып алып, бұлай жүгіріп жүр. Нұрас Амбал мен Нұрас не қылған екеуі? Иә, Нұрас пен Амбал екеуі допқа таласып, екі жас жігіт тіресіп жатыр да, ана допқа ше түк. Сосын қандай момент болды? Упучукке қарсы мен гол сала алмай қалдым, аяғым тиіп кетті. Ол деп жатып алды. Мен енді Упучук жерде полностью жатыр, полда жатыр. И мен бардым да қасына жатып алдым, құшақтап ше. Құшақтап жатып алдым, екеуміз поляда жатыр, зал жарылып отыр ғой, айтсаңдаршы. Бәрі күліп отыр ана жерде. Міне шоу. Одан кейін уже зал біз 7-0 өтіп отыр. АК-10-нан 7-0 өтіп отыр. Біздегі Досымжан деген жігіт, ютубер, бірге кездеседі вратармен. Жүгіріп баратыр доппен. Бүкіл зал гол деп айқайлап жатыр. Бізге жақтасып кеткен ғой, ана тұрып кеткен ғой көрермендер. Міне нағыз шоу. Ал бізден басқа матчтар просто профиктар бір-бірімен счет үшін, ана призовой фонд қанша болды? 1 миллион ғой. Соған таласу мақсатында бір-бірімен тық.
ерегіс, ұрыс, біреулер травма алып жатыр. Сол ғой сен айтып отқан кешегі медиа футболда адамның черепі сынып жатыр, медиа футболда адамның почкасы кетіп жатыр, инвалид болып жатыр. Не үшін? Барлығы блогерлердің ойнамағаннан, бәрі профтарды албаған болды. Ол травмаға алып келеді, ол төбелеске алып келеді, ерегіске алып келеді. Иә. И сонымен қызық болды. Қызық болмайды, нөл болады ол кезде. Футбол деген бірінші очередь төбелес емес, төбелескің келе UFC-ге бар. Төбелескің келе, каратеге бар. Футбол ойнау керек. Давай, кешегіде айтайық, келіскенде айтайық. Ойымызды айтайықшы. Бізде кеше келістік қой. Қазақ ютубының баяғы ютуберлер жинайық. Кімді білесің, мысалы, баяғыда? Жоқ, ол нәрсені бейтіп бастайық. Құрметті көрермендер. Таза медиа футбол көрсетейік. Таза просмотр. Қазақша медиа футбол ма? Жарай, просмотр көрсетейік. Таза просмотр көрсетейік. Қандай болатын? Таза медиа футболды көрсетеміз ба? Иә. Онлайннан да, по просмотрдан да. Жалпы түйін Қазақстанда қазір на данный момент Қазақстанда медиа футбол жоқ, дұрыс па? Жоқ қой? Жоқ, қара, жоқ емес, болмаған. Болмаған. Енді қара, бірден айтайын. Анау даже МФЛ-де ма есімнен шығып кетті. Бізді шақырды ғой, МФЛ-ның спонсор білесің кім екен? Бірқыбет. Біз сіздерді былай шақырамыз дейді, типа взнос істемейсің деген сияқты ма, ше? Сөйтіп, бопты бақыл взнос істемейміз, жол көремізді, хотя гостиницаны төлеп береді. Жоқ, бәрін өздерің не қыласыңдар дейді да, төлейсіңдер дейді. Сол кезде біз тегін реклама қыламыз ба дейді ана турнирді? Жоқ, менің өз ойым. Ең көп ақыбат бізде болғаннан кейін мен айттым, қойсаңдаршы, жігіттер. Сөйтсем, біз бермаймыз, біз сіздер тексеріп алайық дейді маған. Андай да, біз бірінші көру керек, мен жарсыңдар сендер, біз тексеретін дегім келген негізі. Сол үшін бағана енді әңгімені біз таза Қазақстандағы медиа футболды көрсетуге болады. Көрсетеміз. Көрсетеміз. Құдай қаласа қазір бір стадионмен келісіп, андай 8-ге 1 ойнапшы. Баяғы қазақ ютубында жүрген, қазіргі жүрген кім бар мысалы? Нұрченұл деген сияқты. Алик KZ бар, мен родной, ең жақсы көретін адам. Темное прошлое бар. Қаншама ютубер достарымыз бар ғой? Лайв түсіретіні бар, ойын түсіретіні бар, әртүрлі салада түсіретіндер бар. Қазір ютуб Аллаға шүкір дамып жатыр. Мысалға бізде Алтыбақанда барлық ютубер, әр ютубердің ютубер достары бар. Бәрін шақырамыз да нағыз медиа футбол турнир ұйымдастырамыз. 3 команда шақырайық да, 8-ге 1, 7-ге 1. 3-4 команда шақырамыз. 7-ге 1 ма, сондай бір арена бар Алматыда и Шымкентте. Бірақ Алматыда болған жақсы, өткен интернетті скоростной жоқ та, телеканалмен келісіп кәдімгідей әдемі қылып істеуге болады. Бір шетелдегідей Rush, FIFA-да жаңа режим шықты, Rush форматта, 7-ге 1. Кішкене футзалда сәл үлкен. Ол үлкенде, үлкенде бірақ 11-ге 11 емес. Жоқ, 11-ге 11 емес, бірақ аут жоқ. Сонда тоқтамай 15 минут футбол болады. Аут жоқ. Сондай турнир құдай қаласа қазір ұйымдастырамыз. И барлық қазақ ютубындағы балдардың бәрін шақырамыз. Именно ютубта жүрген. И онлайн жасаймыз. МФЛ-ге андай медиа лига каптарға көрсетейік. Қандай болу керек настоящий медиа футбол, Содан кейін ойланар мүмкін. Хотя бы бір ойланып, мына жігіттер андай әшейін ойын ойнап деген сияқты андай да, деп жүрген жігіттер емес, оказывается, тілін біледі екен ғой деп ше. Ата көбісі біледі, не түседі ана ойын? Сол бәрінікі. Анау деп. Олар бар ғой? Ол 5 үй албаған, 2-3 машинасы бар. Былай қарасаң, үндемейді ол, әшейін ойнап отырады да мысалы. Сол ғой, жалпы Қазақстанның медиа футболындағы адамдар, организаторлар, қатысушылар, олар түсінбей жатыр медиа футболдың қандай мықты нәрсе екенін. Олар түсініп жатқан жоқ, олар тупо профтарды алып ойнап жатыр ғой. Медиа футбол қалай болу керек екенін олар несін түсініп жатқан жоқ, плюсын ше. Олар бүкіл профтарын алып тастап, тек ютуберлерді, медиа адамдарды қосса, олардың просмотрлары өседі да, и сол кезде миларына тыңқ еткізеді. Ема, осы уақытқа дейін проф ойыншыларға асығып соларды алғымыз келіп жүр нацелені, ол проф ойыншылардан ешқандай пайда жоқ екен ғой дейді. Түсінеді. Проф игрок просмотр әкелемейді, подписчик әкелемейді, актив әкелемейді. Олар соны түсінеді. Біз дәлелдеу мақсатында өзіміз блогерлерді медиа атын ойлап табамыз, оны телеграмға, инстаграмға саламыз, сөйтіп дәлелдейміз. И медиа турнир ұйымдастырамыз. 100%. Біз түсінгенімізше, біздер енді осы составпен
медиа составпен соңына дейін бүкіл турнирлерге дәл осылай бара береміз. Оны енді кеше түсінген шығарсыңдар, Түркістанда болған турнирде біздің жанкүйеріміз өте көп. Даже бізге жазылмаған адамдардың өзі ойынымызға қарап жанкүйер болып кетті біздің. Дұрыс па? Ойыннан кейін қолымызды алды ғой. Молодцы. Нағыз медиа командасы Қазақстандағы сендерсіңдер деген кезде. Жоқ, айтты, ұялмай. Біз ана біреулер ұтылған қандай, дейді ғой. Біз медиа командамыз, проф емеспіз. Проф мықты болсаң бар. Ойна, Қайратқа бар, ойна. Ана бар, вторая лига бар, первая лига бар, ЛЛФ бар. Сояқта ойнап, сояқта ақша төленеді, сояқтан зарабатывать. Медиада, медиа пространствода медиа адамдар жүру керек. Сол кезде проф футболисттер медиа футболды қарайды, медиа адамдар кәдімгідей КПЛ-ді қарайды. Дұрыс па? Қазақтың мақалын қосып жіберуге болады осы жерде. Құс сойса да қасапшы сойсын дейді. Бір адам өзінің орнында болмаса хаос басталады. Әр адам өз орнында болу керек, өз саласында. Солай. Сондықтан біз адамдардың травма алуына қарсымыз. Төбелесуіне қарсымыз. Төбелеске қарсымыз, травма алуға қарсымыз, черепі сынып, почкасынан айырылып, инвалид болуына қарсымыз. Сондықтан проф ойыншыларды мүлде жойып жіберу керек медиа футболдан. Дұрыс па? Келісесіңдер ме? Алып тастау керек вообще. Бірде-бір проф қоспау керек. Сол кезде просмотр өседі, бауырлар. Басқа медиа команданың адамдары тыңдаңдаршы бізді. Ұйымдастырып жатқан турнир егелері де. Ұйымдастырушылар, вот солардың қатесі ғой, солардың қатесі ұйымдастырушылар. Просмотр, актив, рейтинг көтеріледі қашан, когда сендер профтарды алып тастайсыңдар, таза блогерлерді шығарасыңдар, бүкілі өседі. Біздің секретіміз сода. Бүкіл Қазақстан шулады, ема 6 бақан шықты да айыр жіберді бүкіл рейтинг просмотрларды. Қалай? Өйткені бізде барлығы медийный адамдар да. Бір проф жоқ. Кеше айтты, мен танымайды екенмін деді. Но інілерім кәм фанат етеді деді. Мен кейін ютубтарын көрдім да ертіп. Серьезно деген кәм шошыдым деді. Секрет сода. Медиа ма? Медиа адамдар ойнау керек. Так секрет сода. Телеграм арнаға жазылыңдар, атын бірге ойластырамыз жаңа медиа турнирдің. Бұйырса жақында медиа турнир өзіміз ұйымдастырамыз. Бүкіл медиалармен. Болмаса сендер комментарий жазыңдар, мысалы 6 баған қатысты болсын ба, или таза андай Real медиа болсын. Real медиада кеше кім айтты? Бекол айтты. РМ лига ма? РМ лига ма? Сол кезде Real медиа лига ма? Ол не деген сөз? Бұл реал медиа. Көрермендер сәл түсінбей қалған сияқты нені талқылап жатқандарыңша. Мысалға Қазақстан премьер лигасы КПЛ деп аталады. Қазақстанның медиа лигасы МФЛ деп аталады. Ал біздің таза медиа турнирін ұйымдастырып жатырмыз ғой. Осы турнирге, осы таза медиа футболға атау беру керек, атау. Соны қалай атаймыз, комментарийге жазып кетіңдер. Біз списоктен қараймыз. Және телеграмда соны талқылайтын боламыз. Ал ағайын, рахмет. Бауырлар, жақында жаңалық күтіңдер, телеграмға жазылыңдар, бүкіл сілтеме астында, сол жерде қашан ол турнир болады, қандай датада бүкіл күндер жазылады, бұйырса. Болмаса мына видеоны кесіп тиктоктарыңызға салсаңыздар болады. Қазақ медиа футболын түзілейтін уақыт келді. Давайте. Жақсы. Сау болыңыздар, рахмет баршаларыңызға.